көрсететін Б лигасы және соңғы орында тұрған Алтай өз алаңында 6-шы орында тұрған оңтүстік ұжымын қабылдап. Топ 3 команданың бірі қазір тамаша шабуыл Алтайдың орындауында. Солай ақ кірет. Қарсылас қақпасынан саңлау тапқан. Бұрыштама доба баспен бағытталған соққы. Әлі де болса қақпаға соққы. Тағы да бір мүмкіндік. Өте жақсы соққы. Өте жоғары динамикада өтіп жатыр. Құрметті көрермен, қараңыздар. Жетісудан 1 ұпайға қалып келеді. Жетісуда 17 ұпай. Ал Жетісу командасына келетін болсақ, осы бір шабуылдан кейін әңгімеміз жалғастырамыз. Қақпадан биік кетіп отыр. Қараңыздар, қандай қауіп. Қорғаушылары шабуылға кірісті. Әуелете асырылған пас және қандай қауіпті сәт. Қасына ұшып бара жатқан допты алып шықты. Қараңыздар. Берілген паста әдемі болған екен. Ал Жетібай ойын барша жанкүйерлердің көңілінен шығып жатыр. Тағы да бір бұрыштама добынан кейін соққы. Тағы да қазір оңтүстік командасында болды. Құрметті көрермен, қақпаның алдынан көлбей домалаған доп. Оңтүстік өткен турда Оқжетпестен жеңіліп қалды өз алаңында 3-0 есебімен. Қазір қақпаға соққы және гол! Голы есепке алынбайтын болды, офсайд болды дейді. Қапталдағы лайнсмен барлығын көріп тұр. Біз де анықтап қарайық. Мына жерде офсайд жоқ негізі. Мына жерде офсайд жоқ. Барлығы дұрыс. Шамасы қазір допты ойынға қосқаннан кейін бас төреші ысқырық шығалатын шығар. Иә, дәл солай. QG лиганың Б дивизиясы. Қазір міне қарсыластың жарталағында допты тартып алды. Өте әлсіз соққыны көріп отырмыз. Алтай командасының орындауында және қақпа бағанасы. Оңтүстік дәл қазір. Қайталап көрейікші, қараңыздар. Айып алаңының сыртынан бағытталған екен. Алыс бұрышқа. Қақпаға енгенде осы турдың әдемі голдарының хайлайтына енетіні белгіледі. Қауіпті бола қоймады. Добенді оң қапталды. Тағы да бір мәрте гол! Оңтүстік командасы матчтың 51-ші минутында қапталдан келген пас. Міне қараңыздар, команда капитаны көтеріп берген допты голға айналдырған қазір Арда Мұхтаров. 2-1 қорғаушының ортасында тұрып. Алыстан бағытталған соққы! Міне қымдауында бір қарағанда Алдияр Жетібаевтың қолына доп тигендей көрінді. Және қазір соққы! Мінеке қараңыздар. Қабылдапты. Алтай есепті теңестіреді дегеннен көрі қазір оңтүстік! Екінші голды соқты Альзай Райс. Нағыз джокер. Дәл осы дегеннен көрі оңтүстік екінші голды соғады деп айтып отырған едік қой. Альзай Райс қараңыздар қалай таласты, я? Аяғының астындағы допты ұршықша ерген Альзайыр есепті 0-2 қылды. Ал Алтай командасында келесі матч. Ал ендеше. Айырмасын қысқартты, ал ендеше. Қалай кіріп кетті мына гол? Қараңыздар. Диас қуанған, өте шебер салынған гол. 9-ға допты сол кеткізді. Жай ғана алып сол кеткізді, құрметті көрермен. Мадовын орындауға да өзі келіп отыр.
Сонымен жұмсақ көтеріп берді. Соққы жасайтын кім бар, және гол! 2-2 Қабдулманат, құрметті көрермен. Өте ерте сөйлеп қойған секілдіміз, құрметті көрермен. Есеп 2-0 болып жатқан сәтте болды. Оңтүстікті жеңімпаз есебінде көріп қойдық, бірақ айдаспанға шығарған қазір Алтай айналдырған. 3-4 минуттың ішінде корнер. Диярбек Өткірбаевтың әуелете берген пасы, және соққы, және гол емес. Тура сызықтың бойынан түстік. Қарсыласты шығаратын емес. Және ақырғы ысқырық осылайша шалынды. Алтай жарады, құрметті көрермен. 2-0 есебімен жеңіп. Нұрасыл Қамзатұлы, жеңісті күндерде жолыққанша аман сау болыңыздар.